Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы видео жазба. Бүгінгі сабақта үйренеміз. Видео жазба өңдеуге арналған программамен танысатын боламыз. Жаңа тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Видео жазба, видеозапись, видео рекординг. Видео жазба дегеніміз видео және аудио ақпаратты жазу. Біз видео жазбаны арнайы бейне камералармен және де смартфон көмегімен түсіріп өңдей аламыз. Видео жазбаны видеокамера және ұялы телефон арқылы түсіргеннен кейін компьютерде өңдеуге болады. Ол үшін арнайы программалар қолданылады. Бүгін біз осындай видеоларды өңдеуге арналған видеопад редакторымен танысатын боламыз. Видеопад редакторында біз видео жазбаларды сапалы түрде өңдеп, аудио жазып, фотосуреттер қойып, анимация жасай аламыз. Видеопадты компьютерімізге көшіру үшін Google браузерін қолданамыз. Google браузерінің іздеу жолағына видеопадты көшіру деп жазамыз. Бірінші тұрған сілтемені басамыз. Windows'қа арналған видеопад осыны басамыз. Бізде төменгі жақта көшірілу басталады. Көшірілген буманы ашамыз, үстінен тінтүбірдің көмегімен 2 рет басамыз. Алдымызға бізге видеопад редакторын компьютерге орнатуға рұқсат сұрайды. Да деп батырманы басамыз. Және де біз шарттарды қабылдаймыз деген жерге дөңгелекті қойып кетеміз. Ары қарай далее батырмасын басамыз. Біздің компьютерімізге видеопад редакторы орнатылуда. Алдымызда осындай терезе шығады. Жаңа жобаны бастау үшін новый проект, жаңа жобаны басамыз. Бейне жазба жасау үшін біз Google браузері арқылы табиғатқа арналған суреттерді компьютерімізге жүктеп аламыз. Қыс мезгілі деп жазайық. Картинки бөліміне өтеміз. Картинки бөліміндегі суреттің үстінен басып, мышканың оң жағын басамыз. Сохранить картинку батырмасын басамыз. Керекті буманы таңдап аламыз. Рабочий стол. Жұмыс үстеліне бірінші суреттеп сақтап қояйық. Келесі суретті таңдаймыз. Видеопад редакторын ашып, біз добавить файлы деген батырманы басамыз. Біз бұл батырма арқылы компьютерімізде сақталынған суреттерді аша аламыз. Бірінші суреттің үстін тінтүбірді 2 рет шерту арқылы ашамыз. Файлдар тақтасына орналасады. Келесіні дәл осылай жасаймыз. Екінші суретті. Бұл жерде біздің суреттер файлдар тақтасында көрсетілген. Ал мына жерде уақытша қарау тақтасында көрсетіліп тұр. Біз бұны видео жазбаға салу үшін тінтүбірдің сол жақ батырмасын басып тұру арқылы тінтүбірді жылжытып, бірінші жолға әкеліп орналастырамыз. Одан кейін екінші суретті орналастырамыз. Біздің видео жазбамызда суреттер қойылды. Енді біз қосу батырмасын басамыз. Суреттеріміз ауысты. Осы жерде біз суреттер арасында ауысулар қоя аламыз. Ол үшін мына батырманы басамыз. Ал енді көрейік.
Суретімізді, видео жазбамызды сақтау үшін сохранить проекты деген жерге барамыз. Жұмыс стилін таңдаймыз. Бірінші жұмыс. Тип файлы деген жерді басамыз. Бізге керекті тип файл mp4. Сохранить. Біздің жұмысымыз сақталды. Видеопад редакторын ашқаннан кейін алдымызда осындай терезе шығады. Бастапқы жақта орналасқан файл, главная, клипи, видеоряд, бұлардың барлығын біз мәзір жолы деп атаймыз. Открыть, сохранить проекты, бұларды біз құралдар тақтасы деп атаймыз. Және файлдар тақтасы, алдын ала қарау тақтасы, бейне жазбаның уақыт көрсеткіші, видео жазба және аудио жазба орналасқан. Тақырыпқа байланысты тапсырма, сұрақтарға жауап беріңіз. Кері байланысты Edumarb'ке жібереміз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.